Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен меренговый рулеттің рецептімен бөлісетін боламын. Өте нәзік болып шығады, міндетті түрде жасап көріңіздер. Арнамнан алыстамай, видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен жұмыртқамызды ақ уызынан сары уызын бөліп аламыз. Өте мұқият болу қажет, сарысы ағына араласып кетпеуі қажет. Барлық жұмыртқамызды осылай бөліп аламыз, және де меренга жасайтын ыдысымыз құрғақ, таза болуы қажет. Ақуыздың үстіне шым-шым тұз қосамыз және миксердің ең төменгі жылдамдығымен араластырамыз. Осындай көпіршікті масса пайда болған сәтте үстіне 9% уксус немесе лимон қышқылын қосамыз. Миксерімізді араластыруды тоқтатпастан бірте-бірте қантымызды бөліп қосып отырамыз және араластырамыз. Бірте-бірте миксердің жылдамдығын көбейтеміз. Нәтижесінде бізде осындай формасын ұстайтын ыдыстан төңкерген кезде түсіп кетпейтіндей болуы қажет. Осы массамызға жүгері крахмалын қосып, тағы бір араластырып аламыз. Дайын болған меренгамызды пергамент қағазы төселген формамызға салып, тегістеп шығамыз. Үстіне миндаль жапырақтарын, яғни миндальный слайс себеміз. Алдын ала қызып тұрған пешімізде 150-160 градуста 30 минут пісіреміз. Қатты кеуіп кетпеуді қадағалау қажет. Крем дайындауға кірісеміз. 33% кілегейімізге қант ұнтағын қосып, қоюланғанша араластырамыз. Кілегейіміз осылай қоюлана бастаған сәтте үстіне сүзбелі ірімшігімізді қосып, біркелкі масса болғанша араластырамыз. Бізде осындай крем болып шығады. Міне біздің меренгамыз толықтай пісті. Бетінде сәл осындай басқан кезде қытырлақ болады. Оны ақырындап аударып, толықтай суығанын күтеміз. Міне біздің меренгамыз толықтай суыды. Енді үстіне кремімізді жағатын боламыз. Мен кремді осылай кондитерлік насадкаға салып алған болатынмын, ыңғайлы болу үшін. Және де бетін әсемдеуге осы кондитерлік қаптың ішінде крем кішкене алып қалдым. Бұл бізге әрлеуге қажет болады. Осы кремімізді толықтай жазып, біркелкі етіп жайып шығамыз. Және де өзіңіздің қалауыңыз бойынша арасына балғын жеміс жидектерді араластырсаңыз, қойсаңыз да болады. Немесе пюре жасасаңыз болады. Мен бұл жерде шие, яғни сүйексіз қатырылған шиені қолдандым. Егер ұнатпасаңыз, тіпті осы күйінде орасаңыз да болады. Осылай ақырындап
рулетімізді орауға кірісеміз. Пергамент қағазының көмегімен толықтай орап шығамыз. Дайын болған рулетіміздің үстін әсемдеуге кірісеміз. Алып қалған кремімізбен осылай әсемдеп шығамыз. Дайын болған рулетімізді әрлеуге кірісеміз. Алып қалған кремімізбен толықтай әрлеп шығамыз, және де дастарханға ұсынбас бұрын екі шетін рулеттің кесіп алып тастаймыз. Сонда біздің рулетіміз әдемі көрінеді. Бұл процесті тек қана тоңазытқышқа рулетті жарты сағатқа қойғаннан кейін ғана кесіп алып тастауға кеңес беремін. Себебі сол уақыт аралығында кремі меренгаға сіңіп, ешқандай да кесу барысында пышаққа жабыспайды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады, өте жұмсақ, нәзік. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Сіздермен болған Кәмшат. Егер видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар.